Жанұя бақытын үлгі еткен мерейлі отбасы ұлттық конкурсының қалалық деңгейдегі бірінші кезең аяқталды. Қорытынды шарада үздік деп табылған 7 отбасы марапат биігінен көрінді. Кіл өнегелі шаңырақтың арасында қай жанұя озық шықты екен, тілші бейнематериалында толығырақ. Балмахановтар отбасы Ақсуат ауылында тұрады. Бұл берекелі жанұяны дәрігерлер әулеті десе де болғандай. Отағасы Балмаханов Ерғали өнегелі өмірін медицина саласымен ұштаған майталман маман. Отанасы Бақыт Әбішева да осы салада жемісті қызмет етіп, алтын дәрігер атанды. Отбасында 4 бала, 9 немере тәрбиелеп отырған үлгілі жандар мерейлі отбасы байқауының жеңімпазы деп табылды. Енді бұдан кейін де біздің жауапкершілік арта береді. Бұның мерейлі отбасы атағын алып жүрді бізге оңай емес. Сондықтан мен енді бұған жеткенде оңай жетті, табыспен жақсымен келді деп ойлаймын. Отбасы қоғамның іргетасы һәм ажырамас бөлігі. Басқасын былай қойғанда бабаларымыз отан отбасынан басталады деп шаңырақ шаттығына ерекше екпін беруі тегін еместі. Ал қазақы құндылық қалыптасқан сыр елінде сол баба дәстүр байыпты түрде жалғасуда. Бұған 4 жылдан бері тұрақты түрде ұйымдастырылып келе жатқан аталмыш байқау дәлел. Мерейлі отбасы байқауы, отбасы күні және ана шуағы сынды мерекелердің аталып өтілуі еліміздегі жақсы тұрмыс пен тұрақтылықтың айқын көрінісі. Жалпы жанұя бақытын паш еткен байқауға былтыр 14 отбасы өтінім білдірсе, биыл 20 отбасы конкурсқа қатысуға ниет танытқан. Ал арнайы комиссияның саралауымен 7 отбасы іріктеліп, ақтық кезеңге жолдама алған болатын. Міне сол озық шыққан отбасылар келелі кеште марапат биігінен көрінді. Комиссия шешімімен темір жолшылар әулеті саналған Өтегеновтер отбасына 2-ші дәрежелі диплом табысталды. Ал Таңырықбаевтар отбасы үздік үштікті түйіндеді. Сондай-ақ бірқатар жанұяға арнайы сыйлықтар табысталды. Отан отбасынан басталады демекші, ұл-қыздарымызды осындай отанға адал қызмет етуге тәрбиелейміз. Үлгілі отбасы бүккен байлықпен, не күткен айлықпен өлшенбейді. Оның өлшемі тек ұрпағыңды ұлағатты қылып өсірумен ғана сараланбақ. Сонда өзіңнің де, қоғамның да мәртебесі артары сөзсіз. Бұл отбасы мерейі. Елжас Әбілді, Алпамыс Әшірбек, Төрахан Қожахметов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы.